Кайрылуу күн. Окуучулар, бүгүнкү сабагым тәуелсиздик толгообу деп аталады. 86-жыл 16-желтоқсан. Бул күнү Казакстан Коом партиясы орталык комитетинин жыйыны болду. Мында Мухаммед Токаевди Казакстан Коом партиясы орталык комитетинин биринчи катчылыгына босатып, Желтоқсанның қанды суық қызғары қалың әскер қазағымды қорлады. Тәуелсіздікті қолдаған жастардың отан үшін табандары тозбады. Жүректе намыс оты лапылдаған, күш-жігер жастардың сарқылмаған. Отан үшін отқа түсіп алаңға қарсы шығып өзендей тасқындаған. Болмасам да сол күнде мен сеземін, жүректе намыс оты сөнбегенін. Ызғарын аяздың төзген терін, бұл күннің оңайлықпен келмегенін. Темір қазығымыз бар. Ол тәубе қылатын, тәу ететін біздің ұлы тәуелсіздігіміз. Тәуелсізбін, бақыттымын, ризамын. Алғыс үлкен батырларға мың тағзым. Менің бұлай жерде басып жүргенім арқасында Алла менен солардың. Тәуелсізбін мен бүгін, азат болдым, еркін болдым мен бүгін. Кең даламда ағып жатқан өзенде, тау тасымда азат болып кел бүгін. Тәуелсізбін, мақтанамын осыммен, жер жаһанға жар саламын сөзіммен. Ата-бабам қанын төккен біз үшін, жаратушым мейірім бер өзіңнен. Заманымыз тыныш, берекелі болсын.